Алла тағала осындай Нұр Мұбарак деген керемет оқу орталығын сыйлап отыр бізге. Бұл оқу орталығының да өзі бірнеше жылдар даму үстінде болды. Бұл қыздарымыз келіп осы жерден білім алайық, мұсылмандықты үйренейік дегендей мысалы. Солардың барлығын қамти алу керекпіз біз. Олардың мысалы биылғы түсетін сандары мысалы сондай бір үлкен сан болса, ол санның біраз пайызын біз қамти алмауымыз мүмкін. Оқу орнымен де, жаңағы жататын орнымен де. Ол біз үшін өте жанымызға бататын нәрсе. Олардың да үйлеріне, көздеріне жас алып қайтып баратқан нәрсесі де оңай нәрсе емес негізі. Сол мағынада университетіміз қазір алға қарай үлкен жоспарлар қойылып, 9 қабатты осындай бір керемет ғимаратты қолға алынып жатыр. Бұл да Алла тағаланың өзінің бастап жатқан ісі, өзінің жақсы пейілді адамдарын пайдаланып, соған жұмылдырып дегендей нәрсе. Адам, халық өзіндегі нәрсені шығармайынша Алланың жәрдемі келмейді. Бұл Алланың өзінің бір заңдылығы қойып қойған. Біз кейбір адамдардың әлеуметтік жағдайын шешуге көмектесерміз, біреулердің ауруына көмектесерміз, біреуге пәтер алып беріп көмектесерміз. Бұның барлығы Алла тағаланың істетіп жатқан майдандары. Бірақ осы нәрселердің ішінде адамды жасап шығару. Қандай адам? Салауатты, салиқалы адамды жасап шығару. Ары қарай терең үңілетін болсақ, біз Міржақыпты жасап шығару керекпіз. Біз Ахмет Байтұрсынұлын жасап шығару керекпіз. Міржақып Дулатұлы айтады: әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың. Шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық болар шын ғылымың дегендей. Шындап келген кезде бұл сондай бір ғылыми орталық. Бұл осы қазақтың болашақтағы салауатты, салиқалы жер бетіндегі өміріне де, сондай-ақ мәңгі ақыретіне де үлкен жақсылық сыйлағалы тұрған орталық. Осы орталықта дайындалып жатқан әрбір ұл қызымыз біз үшін өте қымбат. Оның бойына жаңағы рухани тәліммен қоса тәрбиені беру осы университеттің үлкен бір мақсаты. Құдай қаласа жаңағындай 9 қабаты Құдай қаласа салынып, үлкен оқу орталық ашылып, әрбір осы руханиятты іздеген ұлдарымыз бен қыздарымызды қамти алатын Атала сондай бір күш берсін бізге, осында қамтып оқытатындай, сөйтіп болашағымызға керемет салиқалы буын сыйлап беру, бұл тәуелсіздікке деген шүкірлігіміз. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті шәкірттер, отыра қойыңыздар, Аллах разы болсын. Құрметті ұстаздар, қонақтар, бізге бүгін нұрлы ордамызға келген, және өзіміздің ұлдарымыз бен қыздарымыз, шәкірттеріміз. Альхамдулилля, бүгін қасиетті жұма күні дұғаларымыз, құлшылықтарымыз, мінәжаттарымызды Аллах тағалам қабыл етсін. Жұма уағызына қош келдіңіздер. Бүгінгі жұма уағызын айтатын, сонау алыстан ат терлетіп келген өзіміздің Нұр Мұбарактың түлегі, сіздер сияқты кезінде осы жерде оқыған, білім алған. Енді мінекей осы жерден түлеп ұшқаннан кейін осы еліміздің енді мынау арқа өңірі дейміз. Қазір Ұлытау облысы, білесіздер, үлкен өз алдына облыс болып құрылып, сол Жезқазған қаласынан Жұмаділда Елдос ұстаздарыңыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Алла берекетін берсін. Қалай, ат көлік аман есен келдіңіздер? Денсаулықтарыңыз жақсы, отбасыңыз аман есен, ол жақтағы жамағатымыз жақсы ғой. Алла берекесін берсін, иншалла. Енді біз шәкірттерімізге, жаңа өзіңізге де айтып жатырмын, аптасына бір рет осындай жұма уағызын ұйымдастырамыз. Жұманың кешінде берекетті өздеріңіз сияқты ұстаздар қонаққа келіп, білгендерімен, тәжірибелерімен бөлісіп, шәкірттерімізге жақсы батасын беріп, осылай бір үлкен ілім көші жалғасып жатыр. Ұстазымыздың бүгінгі тақырыбы да өте керемет. Мұсылманның келбеті, шынайы келбеті қандай болу керек? Иншалла. Осы тақырып төңірегінде жақсы ұстазымыз әңгіме өрбітіп, сіздерге уағызын, насихатын айтатын болады. Сондықтан ұстаз, тіліңізге қуат берсін,
өзіңізге қуат берсін Алла. Ұстазымыз енді қазір Жезқазған қаласындағы Ахмет Ишан Оразайұлы облыстық орталық мешітінің наиб имамы. Алдында өзі сол жерде өкіл имам болды. Альхамдулилля. Сондықтан ұстаз қош келдіңіз. Біз әңгімені көпке созбайық, өзіңізге кезек берейік. Ал, бұйырса иншалла. Шәкірттеріміз жақсылап ден қойып тыңдаңыздар. Жақсы ма? Алла кешімізді берекетті етсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Афдалус сала ва таммут таслим. Аля хайри набийна Мухаммадин. Салаватуллахи ва саламуху алейх. Ва аля алихи ва сахабатихи таyyibin ат-tahirин. Ва ман таби'ахум би ихсанин иля яумиддин. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншалла. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман есенсіздер. Қадірменді бауырлар, қарындастар, Алла тағала бұл үмметті ерекше мейіріміне бөлеген. Бұл үммет рахым етілген үммет деп келетін Расул Алладан сөздер бар. Неге? Өйткені ғалымдардың барлығы бір ауыздан келіскен, мұсылман адам әрдайым өзгеге үлгі болу үшін өмір сүреді екен. Біздің тағдырымыз сол. Ухриджат линнас. Адамдар үшін. Линнас деген сөзді, яғни адамдар үшін басқа адамдарға жол көрсетіп, үлгі болып, өзінің дініне қызықтыра алатын болуы үшін шығарылған үмметпіз біз. Мұсылман адам өзі ақпарақ сияқты дейді. Оған қара нүкте жазсаң, бірден көрініп қалады. Мұсылман адамның ісі сол үшінде әрдайым ел жұртқа үлгі ретінде көрсетілуіміз керек. Біз мына сөздерді көп жаттап алғанбыз. Жаңағындай бұл Али радиаллаху анхудың сөзі деп келеді негізінде көп жерлерде. Ла та'рифил хаққа бір-риджал. Ta'rifil хақ, и'риф ахлаху деген сөздер келеді ғой жаңағындай. Ешқашан ақиқат адамдар арқылы танылмайды. Ақиқаттың өзін таны, кейін ол ақиқаттың адамдарын тани жатарсың дейді. Яғни, шыны керек, ислам өзі идеальный дін, бірақ біз идеальный емеспіз деген сөзді көп жаттап алдық біз. Осы сөзбен айтып құтылып, бейне бір өзімізге форточке жасап алған сияқтымыз. Өзімізге шалынуға болады, маған шатасуға болады, маған кейде боқтап қоюға болады, кейде өтірік айтып қоюға болады. Сондай форточкені өзіміз жасап алып, сол шайтанның ана уәсуәсасына беріліп, бірдеңке істеп атсақ пендеміз ғой деп. Бірақ мұсылман адам қандай болу керек? Әсілында мұсылман адам өзіне прокурор, өзгелерге адвокат болу керекті. Біз өзімізге адвокатпыз. Өзімізді ақтаумен айналысамыз біз. Тіпті осы өзімізді ақтаудың тренді, мен пендемін, маған қателесуге болады деген тренд, қазір Инстаграмда сондай күшті жайылып кеткен, мынандай тренд шығып жатыр, я? Мне 34, и мне не стыдно деп қояды, астында кемшіліктер.
Менің жасым 25-те, және де мен ұялмаймын деп, астында таң намазына ұйықтап қалуды деп бастайды жаңағы. Біз асылында кемшілік жасап қойсақ та оны көрсетуге бұйырылмағанбыз негізінде. Кемшілік жасап қойсақ та бізге өзіміздің кемшілігімізді өзгелерге көрсетуге болмайды. Мынау Ротиб ан-Наблуси деген ғалым болған деп қоям, әлі бар ол кісі. Алла хифазатын алсын. Сол кісі бүйтіп айтады. Баяғыда бір күні дейді, бір үлкен бір қонақ үйді көріп қалдым дейді. Сөйтіп сол қонақ үйде мынандай жазу бар екен дейді. Егер де біздің қонақ үй сізге ұнаса, біз жайлы өзгелерге айта жүріңіз. Ал егер де біздің қонақ үй сізге ұнамай қалса, оны өзгелерге емес, өзімізге кеп айтыңыз дейді. Бұл асылында мұсылмандарға керек сөз дейді. Мешіттің арасында, жамағаттың арасында, отбасының арасында, өзіміздің арамызда бір кемшілік бола ма, оны сыртқа шығармай, жарияламай, өзіміз іштей, өзіміз шешіп алайық. Ал сыртқа тек қана жақсы нәрселерімізді көрсете білейік деген бір ұран бар да бұл жерде. Сол кезде манағы Ротиб ан-Наблусидің айтып атқаны, бұл нағыз мұсылмандарға керек ұран еді деді. Расул Алла мұсылмандардың бірде-бір кемшілігін сыртқа көрсеткісі келген жоқ. Сол үшін тіпті сахабалардың арасындағы, Құдай сақтасын, сахабалар деп айтуға келмейді ау, тіпті сол уақыттағы мұсылман жұртшылығының арасындағы кейбір жасырын жүрген 200-лердің өзінің атын ешкімге де айтпады. Өйткені біреуінің атын шығарсаң, бүкіл дүйім мұсылманға тіл тиіп кетейін деп тұр. Мұсылмандарға тіл тигізбеймін деген сондай ұран болып тұр да. Мынау кешеде айтып жатырмын, мына имам Бұхаридің оқиғасы. Бұны Мубарак Фури, жаңа Хаятул Бухари, имам Бұхаридің өмір баянын жазып жатып келтіретін оқиғасы. Интернет желісінде де айтқанмын, бірақ қайталаудың ешбір зияны жоқ. Бір күні бір үлкен кемеге мінген екен имам Әл-Бұхари. Сол кісі кемеде жүрген уақытында бір кісімен сөйлесіп қалады. Күшті сөйлесіп, әңгіме өрбіп кеткеннен кейін имам Бұхари байқамай айтып қояды, менде өзіммен бірге 50 000 динар ақша бар деп айтып қояды. Ана кісі бітті. Қу қояйдық. Естіп қалады да, сол күні ұйықтаған кезде өтірік түннің ішінде дабыл қағады. Ойбай-ау, 50 000 динарымды ұрлап кетті, біреу ұрлап кетті деп аяқ астынан дау шығарып жібереді. Шу шығарып жібереді. Кемеде бірақ адам көпті. Мақсат не болып тұр? Анау ақшаны қазір имам Бұхариді деп тауып ап, содан ой дұрыс қойна менің ақшам деп алып қалуда. Сол кезде адамдардың барлығын оятып, тексеріп, жатқан орнын тексеріп, бүкіл үстін ақтарып атқан кезде имам Бұхари тұрады ғой. Сол кезде 50 000 динарды алады да теңізге лақтырып жібереді. 50 000 динар деген, ол қазіргімен есептеген кезде білмеймін, мен 50 миллион ба 100 миллион ақша кәдімгідей. Анау тұрған пачка ақшаны бір дорбан алып шығады да лақтырып жіберді дейді. Сосын имам Бұхариге келеді, ештеңке жоқ. Енді кейін ана адамның өзіне ұрсып жүрді дейді, жаңа теңіздің басшылары, кеменің басшылары. Ойбай, сен не түннің ішінде барлығымызды оятып, сен де бір жынды екенсің, оңбаған неме деп ұрсып жерді да, бүкілі ұйықтаймыз деді дейді. Ана жігіт келді да шамалдан кейін имам Бұхариге келеді дейді. Айналайын немеке, 50 000 динарды не істедің? Сен өтірік айтпайтын адамсың, сен негізі болды ғой сенде, қайда сол дейді. Мен 50 000 динарды теңізге лақтырып жібердім дейді. Неге десе дейді, жұрт мені мұсылмандардың имамы, мұсылмандардың худжасы, мұсылмандардың осы үлкен бір ғалымы,
бет келбеті ретінде мені таниды. Қазір мені 50.000 динармен ұстап, мен ел жұртқа өтірікші болып танылатын болсам, бітті ғой. Мұсылмандарға кім сенеді деп айтты дейді. Және де мен сол 50.000 динарды лақтырып жіберу арқылы, сол 50.000 динарға өзіме сиққа деген атақты сатып алдым деп айтты дейді. Сенімді Бұхари. Ал егер өтірікші болып ұсталып қалса бітті ғой, одан кім сенімді Бұхари? Ойбай Сахих Бұхари деп осырмаушы едік осы кезде барлығымыз. Сол кезде қараңыздаршы, анау діннің сенімі, діннің туы, діннің сол пәктігін жоғары қойған азамат қой. Біз бір үмметпіз. Біздің біреуіміз шалынса, дінге түгелдей не келеді? Кір келеді. Сол үшін біз өзіміздің бойымыздағы сипатымызды, әрекетімізді жөндеуіміз керек. Мен қатты тоқталғым келіп тұрған бір мәселе бар. Білесіздер ме ол не нәрсе? Ол мұсылманның сипатының ішіндегі көп айта беруге болады, бірақ соның ішіндегі, шын айтайын, мынау тілге деген шыншылдық деген нәрсеге. Қазір өтірік айту көбейіп кетті. Сенбейміз дейді. Анау сақал өсіріп егендер ма? Сену қиын оларға дейді. Мешітке барады, намаз оқиды деп сенетін едік, қазір соларды алдайтын болып кетті. Қой, қазір орамалды қыздарды алдап кетті дейді. Намысыңа тиеді кәдімгідей. Сол кезде не болып кетті дейсің? Дүние үшін, қорқақтық үшін, пайда үшін жұрттар анау сіздің имамдарыңыз сізге үлгі көрсетіп 50.000 динарды теңізге лақтырып атса, біз кейбір кезде 5-10 теңге артық болу үшін өтірік айтып жатамыз да. Бізге осы сипат бізден кетіп бара жатыр. Осы уақытта бірнеше нәрсе айтып жіберейін. Бірінші, исламда мынандай қағида бар. Хадис саласында ас-сахабату куллухум удул деген білесіздер ме? Сахабалардың барлығы сенімге лайықты дейді бітті. Мысалға, одан кейінгі табиғин, олар тексеріледі. Мынау кім? Мынау сенімді ма? Мына адамға сүйенуге бола ма? Ол адам тақуа болса да, ол адамның есте сақтау қабілеті жақсы болса да, сон барлығына қарайды. Ол адам хадисті сөзбе сөз бірақ жағдайда ғана жеткізе алады, егер де ол ғалым табиғин болса ғана. Мағынасын жеткізеді, ал ғалым болмаса сөзбе сөз жеткізеді. Сөзбе сөз жеткізе алмай ма? Онда сөзін алмаймыз. Бірдеңке айта ма, осыны жазды ма деп сұраймыз. Жазғанын, айтқанын дәлелдеп, бір жерден шығып атса ғана сөзін аламыз деген хадис саласында бар. Табиғиннен бастап уже қатты тексеріс кетті. Бірақ сахабаларға келген кезде тексеріс жасамайды дегенді. Сахаба ма? Сахаба деген аты бар ма? Болды. Сахабату куллухум удул. Бітті, оларға тіл тигізбейміз. Олардың барлығы шыншыл, шынайы, өтірік айтпайды. Айтты ма, бітті, нүкте. Сөйтсем, сахабалардың заманында, сахабалардың ең бір керемет бір олардың бойынан табылған қасиет өтірік айтпайды екен ғой. Тіпті білем, Нәжашиға барып, мұсылмандар ұсталып қалған кезде, сол кезде жаңағы сол уақытта мүшрик болып тұрған Абу Суфияндар ұсталып қалған кезде, не дейді? Мұхаммед жайында не айтасың сен дейді. Мыналар еріп жүрген, мұсылмандар еріп жүрген, не айтасың деген кезде, Абу Суфиян мүшрик бола тұра не дейді? Пайғамбарымыздың жақсы қасиеттерін атайды. Шынында да ол шыншыл, өтірік айтпайды. Әсте абыройлы азамат, аманатқа қиянат жасамайтын, туған туысқандарымен қарым-қатынас үзбейтін деп мақтап айтады. Сол кезде ғалымдарымыз айтады біздің, Құдай-ау дейді. Сол кездің өзіндегі мүшриктердің өзі өтірік айтпайтын дейді.
мүшриктердің өзі өтірік айтпайтын уақыттарда мұсылман адам қайдан өтірік айтсын, айтыңыздаршы. Айтпайды. Ертең қияметте тағы бір дәлел. Шафаатул узма деген ұғым бар. Үлкен шапағат деген, ұлық шапағат. Білесіздер, сахих Муслимде келеді хадис, бүкіл үммет келіп адам атаға келеді. Ей адам, бүгін Алланың қаһары сондай қатты, бізге бір жәрдеміңді тигізіп шапағат етші деген кезде не дейді? Мен кезінде Құдайдың жеме деген нәрсесін жеп қойып едім. Алланың алдына баруға менде де бет жоқ. Басқа біреуге бардыңдар деп. Анау әрбір пайғамбарға барса, өзінің бір несін айтады дейді. Ей, Мұса не істеп қойдың десе, адам өлтіріп қойып едім. Ей, Ибрахим не істеп қойдың десе, өмірімде 3 рет өтірік айтып қойып едім деген сөз келеді осы жерде. Білесіздер ма, сол хадисті оқығансыздар ма? Арабша мәтін бүгін тағы бір қарап қойыңыздар. Өмірімде 3 рет өтірік айтып қойып едім дейді сол кезде. Сол кезде енді ойлайсың ғой, Ибрахим пайғамбар қой, ол пайғамбар ғой, өтірік айтпайды. Сөйтсе, ол негізі өтірік та емес та. Бір 3 түрлі оқиға екен да жай. Біріншісі білесіздер, үлкен ана патша келіп, өзінің жанындағы әйелі мынау кім деп сұраған кезде, бұл не дейді? Бұл менің қарындасым дейді. Әсте ол өтірік айтқан жоқ, өйткені кез келген сенің дініңді ұстанатын адам сенің қарындасың болып табылады. Ол жерде де өтірік айтқан жоқ, бірақ ол айтқысы келіп тұрғаны мен сол кезде әйелім деп айтпадым деген ғой. Сосын екінші оқиға қандай? Бүкіл пұттарды сындырып тастайды да, үлкен пұттың үстіне балтаны байлап кетеді да, соның артына тығылып қалады ғой. Осы қиратқан шығар сендердің ана пұттарыңды деп. Сол сөзі. Үшіншісі, анау мүшриктерге, сол уақыттағы адамдарға Алланың шынайы екенін дәлелдеген кезде, Бақара сүресінде білесіз, не дейді? Қала хаза робби деп көрсететін жерлер бар ғой. Мына ай менің құдайым, күн менің құдайым, жұлдыз менің құдайым дейді. Ла ухиббул афилин, мен жоқ болып кететін нәрселерді жақсы көрмеймін. Алла тағала мені адастырса, мен бұл тура жолда болмайтын едім. Әсте бұның барлығы мен құдайым емес деп, соңында сөйтіп шығады ғой. Бірақ сол кезде мәнхаж қолданған ғой жай. Сол уақыттағы дінсіз адамдарға Құдайдың бар екенін дәлелдеудің бір мәнхажын, әдісін қолданғанда, мынау менің құдайым деп, бірақ сол сөзі үшін ұялып отырды. Ай, мен сол өтірігі жоқ, шын сөзі үшін ұялып отқан Ибрахим анандай халде болып отса, ертең Құдай сақтасын деймін да, біздің өтіріктеріміз қаншама? Біз өмірімізде емес, 1 сағаттың ішінде 3 рет өтірік айтып қоямыз ғой. Өмірімізде емес, 1 сағат сөйлесіп отсаң, 3 рет өтірік айтып, 5 рет алдап жіберіп. Осындаймыз ғой біз. Мына пайғамбарлар сөйтіп қорқып жатқан кезде бізге әсте адамдарды алдаумен айналысуға болмайды. Шыншылдық қана құтқарады. Шыншыл болсаңыз, сізге адамдар сенеді. Сізге адамдар аманатын тапсырады. Сізге адамдар, шыншыл болсаңыз, жақсы жұмыс орындарға, жақсы сенімді серіктеске, жақсы адамдар жиналады. Өзіңіз өтірікші болсаңыз, жаныңызда сондай өтірік айтып тек қана пайда күнемдік үшін жүретін адамдар келеді. Өзіңіз қандай болсаңыз, сондай адамдар жаныңызға тартылады. Шынайы болу маңызды. Мына көп бизнесмен ағаларымызбен сөйлескен кезде бүкілінің айтатыны, бірақ проблема, шын айтам, сенімді адам жоқ дейді. Елеке сенімді, мына бизнесті тапсырып қоятын, сен жүргізе берші, мынаны сен реттей берші. Құдай сақтасын, қорқасын. Бір күні бір жігіт келді, бизнесмен, өз бизнеспен айналысады. Елеке, менің кассамнан біреулер ақша ұрлап жатқан сияқты деді. Қойыңыз деді. Сол
менің өзімнің жұмыс істейтін мендегі адамдардың барлығы намаз оқитын жігіттер деді. Мешітке барады деді, тәжвид үйреніп жүр деді. Тамаша деді. Бір күні деді, келді да елеке, мен білу үшін деді, дәл мына кассаның үстіне бүйтіп келіп, камера қойып қойдым деді. Бірақ оны айтпай, түнде барып орнатып кеттім дейді. Сөйтіп, камерадан қарасам, былай кетіп жатыр дейді. Кейін ана жігіттерге көріп, камерадағы записті көрсетіп қойып, ей, міне сен деген өтірігің, міне ғой сенің. Ей, міне ғой сенің жалғаншы екенің. Сен дініңді қазырақ неге сатып жібердің? Болмашы ақшаға сатып жіберіп тұрсың ғой сен. Сен анау саған өтірік айтпа деген ақ пайғамбардың саған деген сенімім. Мен соларды сағындым. Мені көрмей, мені сағынғандар, мені көрмей, мен үшін мал үшін сарп етуге дайын азаматтар. Міне сол ақ пайғамбардың сенімін сен сатып жіберіп тұрсың ғой қазір. Ана баяғы имамның оқиғасы сияқты бір Лондонда. Ана әдейі не істейді? Автобус жүргізіп баратқан адам зачет әдейі артығымен қайтарып жібереді ғой. Сол кезде ана кішкентай ғана артығын көріп қалады да, ана қой бере салайын дейді да. Сөйтіп ананы беріп атса айтады дейді, мен сені сынағам деп айтады дейді жаңа қарсы. Мен сені сынағам, егер де сен жаңағын қайтармағанда, мен мұсылмандардың барлығын өтірікші деп білетін едім десе, ана имам айтады дейді, Құдай-ау, дінімді кішкентай ғана ақшаға сатып жібере жаздадым. Ал енді қараңыздар, ана жігіттің көңілі қалай қалып отырды? Ешкімге сенбейді қазір. Сенім жоқ. Біреуге барып, сеніп шаруа тапсырып, сырыңды айтайын десең де болды ғой, келесі күн тиктокта жүреді ғой. Ешкімге сене алмайсың да. Ана сахих риуаятта келетін, муслимда келетін Кааб ибн Маликтің оқиғасы ше. Риадус Солихинда келеді ғой, 4-5 бет ана хадис. Таусылмайды. Сол кезде ана білесіздерге Табук деген шайқасқа не істейді? Ғазвату Табук бара алмай қалады. Барам деп бара алмай қалады. Ақша бар, күш қуат бар дейді, Кааб өзі айтады. Бүкілі бар дейді. Расулалла әскерін алып кетті дейді. Сөйтіп мен қалып қойдым дейді. Келдім, көрдім, Расулалла Мединаға келді, бірінші мешітке кірді. Соғысқа бара алмай қалғандар келіп, өздерінің нелерін айтып жатыр дейді. Уәждерін айтып, Расулалланың алдында құтылып кетіп жатыр дейді. Мен де ойлап отырдым дейді, қазір барамда мен де бір өтірік айта салам деп ше. Қалай Расулалла мешітке келді, қалай алдына бардым, бүкілін ұмытып кеттім дейді, өтірік айту керек деген жоқ деді. 200-лердің небір адамдардың өтірік айтып құтылып кетіп жатқанын көрдім дейді. Сөйтіп құтылып кетсем болады ғой. Бірақ жоқ, Расулалланың алдында шын айтайыншы деп. Я Расулалла, ешқандай да себебім жоқ, ешқандай да уважительный причина жоқ. Я Расулалла, бармадым, жай ғана жалқаулықтан бармадым деді. Ей Кааб, Құдай саған күш қуат берді ғой, Құдай саған бірнеше түйе берді ғой деп пайғамбар сөйтіп айтады ғой. Білемін, я Расулалла, бірақ жағдайым осы деген кезде не істейді? Бар, кет. Және де Алланың саған деген үкімін күт дейді. Сол кезде қалай қиналады? Мұсылмандардың арасынан ана кісіге қатысты бойкот жариялап, әйелі жанынан кетіп, бізге мұсылмандар амандаспай қалып, отшельник болып кетіп, сол кезде өзге діндегі жаңағы жүрген мүшриктер, өзгелер оны шақырып, оған бір сделкалар предлагать етіп, біздің арамызға қосыл деп, сон барлығына шыдап төзіп, не істейді? Аяттар түсіп, ол кісілердің ақталғанын, кешірілгенін хабарлайды ғой. Сол кезде не үшін да? Шыншылдығы үшін. Оның шыншылдығы оны құтқарып алып отыр. Шыншылдығы шығарып алып отыр. Шыншылдығы оны көтеріп алып отыр. Қандай керемет үлгі аларлық оқиға.
мына білесіздер ғой, бізде шариғи кітаптарда айтылады, 3 жағдайда өтірік айтуға болады деп. Екі достың арасын табыстыратын кезде, жаңағы соғысты болдыртпас үшін өтірік айтуға болады, және де отбасын сақтап қалу үшін өтірік айтуға болады дейді. Сол кезде отбасын сақтау үшін өтірік айтуға болады. Жалпы отбасылық өмірде жаңағы әдемі емес болса да сен ең сұлусың деп айта беруге болады деген сияқты ше. Сондай бір жүретін еді ғой. Сол кезде бір қарындасымыз сұрақ қояды да, ұстаз дейді да, сонда отбасылық өмір өтіріктің үстінде құралама не дейді да маған. Сол кезде мынандай ғой, анау көп ер азаматтар болсын, қыздар болсын, жаттап алғанда отбасын сақтау үшін өтірік айтуға болады деп. Любой момент өтірік айта беретін болып кеткен ғой анау. Любой. Достарымен қыдыруға бара жатырмын деген, жоқ, мешітке баратырмын. Любой момент не үшін сақтап жатырмын. Кішкентай мелочқа дейін өтірік болып кеткен ғой. Бірақ бізде қандай қағида бар? Ай, өтірік айтуға болады деген сөз ол. Дарури, ад-дарурату туқаддару биқадриха. Ай, ондай жағдайдың өзінің өлшемі бар. Ол тіреліп, міне, өтірік айтудан басқа амалың жоқ сенің деген кезде, тіреліп тығырықтан басқа шығатын жол болмай қалған кезде ғана істелінетін амал ғой. Бұл да бір күшті форточка болды барлығымызға. Болды, жібере береді әңгімен. Олай болмайды. Әсте мұсылмандарға қазіргі жетіспей жатқан осы сипаттар. Біздің бойымызда шыншылдық болу керек. Біздің бойымызда адамдарға деген бізге сену керек адамдар. Қашан біз адамдардың сенімін жаулаймыз? Қашан біз адамдардың жүрегін жаулаймыз? Сол кезде Алла бізді ұлық қылады. Ал қашанға дейін біз адамдардың сенімін емес, керісінше адамдардың сенімсіздігін жаулап, адамдардың өзіміздің дінімізге деген жеп көрініштілігін тудыртатын болсақ, әсте біздің дініміз емес, өзіміз ғана қор боламыз. Сол үшін қадірменді қарындастар, қадірменді бауырлар, не болса да шын сөйлеу, қандай жағдай болмасын артынша дініңді ойлап тұру, осы қасиеттерден айырылмау керек. Ана бір оқиға бар еді, соны бір білесіздер ғой енді. Жаңағы Мысырда ана бір оқиға бар, енді ол да айтылған енді кезінде. Мысырда енді сондай болған ғой. Мысырда барсаңыздар, жалпы халықтың 10% христиан дінін ұстанады. Демек Мысырда болдық біраз уақыт. Сол кезде арабта сөйлесіп атасында, ана насрани дейді. Ойбай, атың кім? Джордж. Ол кім тағы? Святой Джордж деген бар деп. Солай ма деп жаңағы түсінбейсің. Қызықта енді жараспайды да енді жаңағы. Таң қалып отырасың, сөйтіп қарасаң енді баяғы Францияның отары болған ғой, соның әсері ғой енді. Сол кезде мынандай бір оқиға, ол өте қатты қарайды арабтарды. Арабтарда мынандай, сіз ана дін ұстанды ма олар? Анадан шығып кете алмайды. Анадан шығып кетсе бар ғой, өлтіріп кетеді. Сенесіздер ме? Сондай қатты. Соң анау кейбіреулері әйтеуір Алла рахымына алып, бірдеңке қылып, мұсылман болып кетіп атқандар да бар енді ішінде. Сол кезде мынандай оқиға болған, білесіздер ғой, бір мұсылман жігітпен жаңа насрани қыз болады. Сөйтіп екеуі не істейді? Екеуі кездесіп жүреді. Екеуі қыз бен жігіт. Екеуі бір-бірін жақсы көреді екен, ұстаз. Сөйтіп жігіт айтады екен, маған тұрмысқа шық деп. Қыз айтады, бопты дейді, шығам дейді. Жігіт үйіне барады. Әке-шешесі болмайды дейді, мұсылман адамды әкпейсің үйге. Біз мұсылманбыз ғой, мұсылман адамды әкпел деп айтады дейді. Сосын жігіт қызын қимайды. Барады да, пожалуйста, исламдың қабылдашы дейді. Жоқ дейді.
Мен өз дініме берікпін, мен сен үшін өзім дінімді тастамаймын дейді. Жігіт қатты қиналады, не істерін білмейді. Жақсы көреді ғой, махаббат. Сосын барып, бұлай әрекет жасап көрейінші дейді. Бір екі кітап сатып алады, ислам діні жайында. Ислам дінін таныстыратын, мұсылмандардың кім екенін айтып беретін. Барады да сол екі кітапты, жай ғана осы екі кітапты оқыш, басқа ештеңке демеймін дейді. Ана қыз кетеді, екі кітапты оқиды, арада 40 күн өтеді. 40 күннен кейін екеуі кездесуге келе жатса, қыз бала басына орамал орап келе жатыр екен дейді. Жігіт қуанып кетіп, Аллаху акбар деп, машалла, сен мұсылман болдың ба десе, я мен мұсылман болдым дейді. Қуанып атады жігіт. Машалла, енді ары қарай отбасы болып кететін болдық қой, бұл неткен керемет жаңалық деп атса, қыз айтады дейді, я мен мұсылман болдым, Алла сенен разы болсын, кітаптарды оқыдым, біраз нәрсені түсіндім, бірақ мен саған тұрмысқа шықпаймын. Неге? Мен ана кітапты оқыдым, ішінде мұсылман мынандай болу керек, мынандай болу керек, осындай болу керек, сипаты мынандай болу керек деп жазылып тұр ғой. Неткен кереметтің, бірақ сол сипаттың біреуі де сенің бойында жоқ екен ғой. Мен тұрмысқа шығам, әлбетте мұсылманға, бірақ точно саған емес деп айтты. Субханалла. Осындай ғой. Қазір ана жұрттар барлығы біздің дінімізді білсе, пайғамбарымызды білсе ше, күлеміз ғой. Бірақ мынандай әңгіме айтса не істейміз? Сенің Мұхаммедке дым қатысың жоқ екен ғой десе, не дейсің сен? Айтшы, сырттан келіп отқан бір басқа өзге дін оқыды да сізге қарап, көрші деді да, бір күн ойлаңызшы. Бір өзге дінді ұстанатын көршің бар да, мұсылманшылықты оқып айтса, сенің Мұхаммедпен ешқандай байланысың жоқ екен ғой, біттің ғой, біттің. Сол үшін бойымызда қалай сол сипат қалыптасып жатыр? Мына бір сахабаны білесіздер ме, анау кішкентай Адабул Исламда келеді, сол кішкентай Мин Адабул Исламда. Сол ұмыт қалдым, бір сахабаны айтады дейді, жаңағы пайғамбарымыздың әдебі ғой, түкірген кезде сол жаққа түкіріңдер деп айтады да, сол ана сахаба айтады ғой, уаллахи дейді, ислам қабылдағалы бері дейді, 20 жыл болды, 20 жылдың ішінде бір рет 10 жағыма түкірмеппін деп айтты дейді. Кішкентай әдебін сақтайды, кішкентай әдебін. Пайғамбарымыздың қандай насихаты ғой, былай қарап отырсаңыз. Бірақ сол әдепті сақтайды да. Сол бір кітапта мынандай бір әдеп келеді да, сіз. Жаңағы пайғамбардың есігін қағады, шатаспасам Жәбір болса керек, өзге де сахабалардан келеді риуаят. Есікті қағады, Расулалла кім десе, мен деп айтты дейді да. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақтыртпаған күйде мен деп айтты дейді да. Жақтыртпаған күйде, содан бері кім десе атымды атайтын болдым дейді да. Түсіндіңіздер ме? Сосын енді ол кітапты оқып алып, сөйтсем ана ауру менде бар екен. Үйге барам, домофонды басам, жұбайым сұрайды, кім? Мен деймін. Ойба. Уаллахи айтам. Кірем үйге, қайтадан екінші күні басам, кім? Мен. Айтып кеткеннен кейін не істейсің да жаңағы? Мә дейсің. Бейне бір анандай да, есіктің ар жағында. Андай Расулалла тұр деп ойлау керексің ғой сен енді. Жаңағындай мен әлі қоймағансың ба деген сияқты. Уаллахи осыдан арылу үшін бір жеті алыстым өзіммен. Кім деп сұрайды қазір? Елдос деймін. Кім? Байың деп айтамын. Бірақ мен деп айтпаймын. Не үшін? Пайғамбардың маған да бір үйреткен әдебі, мені сонда сен соны істейінші.
осындай кішкентай әдептерден басталады. Осындай бір амалдар біздің шынайы мұсылманшылығымызды келтіреді, қадірмен жамағат. Енді былай сіздер сұрақ қоясыздар, жарайды ұстаз, біз түсіндік. Мұсылман адам өзінің бойындағы сипатты өзгерту керек. Мұсылман адам өзінің тілін өзгерту керек екен. Ол үшін не істейміз деген кезде, ол үшін бірақ бір ғана рецепт бар, шын айтамын. Ол сол пайғамбарыңды қаттырек тану, бітті. Валлахи, мынау кітапты оқи берген сайын пайғамбарымыз жайында, қайта-қайта оқи берген сайын, қайта-қайта оқи берген сайын, тек қана өзіңді жөндеумен ғана боласың. Және де еріксіз жөнделіп кетесің, еріксіз. Байқамай қаласың. Оны тек оқыған адам, оны тәжірибеден өткізген адам, оған амал жасаған адам ғана түсінеді. Оқыңыз, өмір баянын оқыңыз, шамаилді оқыңыз, дәләйілдарды оқыңыз, кешеге шығып атқан. Алла разы болсын, кеше Бағлан ұстаз шатаспасам, тағы да бір кітаптарды қолға алам деп жатыр, Расулалланың іліміне қатысты. Ананы оқысақ, валлахи, еріксіз біз түзелеміз. Осы нәрсе бізге керек. Мынау шейх Саид Абдул-Латиф Фуда, шейх Саид Фуда деп айтамыз ғой біз ол кісіні. Сол кісінің мынандай сөзі бар. Расулалланың дейді, ең үлкен мұғжизаларының бірі, мен бұны мұғжизаға қосатын едім дейді. Қандай мұғжиза десе, бұл мұғжиза сол мінезі қатты, ешкімге берілмейтін, ешкімге уступать етпейтін, сондай мінезі қатты сол арабтардың өзінің бастарын біріктіруі, соларды өзгерте алуының өзі мұғжиза дейді. Өйткені олар өзгермейді деп ойлады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзгерте алды ма, біз де өзгерте аламыз. Кешегі мешітке келіп дәрет шаптырып жүрген бәдәуилерді пайғамбарымыз қандай тәрбие берді? Пайғамбардың жанында дауыс көтеруге ұялып кетті ғой солар. Сахабалар не істеді? Пайғамбардың үйін тырнақтың ұштарымен бүйтіп қағатын. Пайғамбарға артық сұрақ қоюға ұялатын. Пайғамбардың жүзіне тік қарауға ұялатын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламаға жүзіне тік қарауға ұялып, пайғамбарымызға сондай үлкен әдеп көрсете білген адамдар. Тіпті не дейді? Шамаилда келеді ғой, ұзақ хадис. Расулалла әңгіме айтып жатса дейді, бастарымызда құс отырғандай қозғалмай отыра қалатын едік дейді. Және де Расулалланың алдында біреу сөйлесе, екінші адам оның сөзін бөлмейтін дейді. Және де біз сөйлеп кетсек, Расулалла біздің сөзімізді бөлмейтін, ал пайғамбар сөйлеп кетсе, біз де оның сөзін бөлмейтінбіз дейді. Пайғамбар бізбен бірге отырып, біздің әзілдерге күлетін дейді. Бізбен бірге таңғалып отыратын дейді. Таңғалған кезде дейді, қандай движение жасайды? Білесіздер ме? Таңғалған кезде инқалаба биядей, қолым былай бұрады дейді. Біреу бүйтіп таңғалады ғой, біреу бүйтіп таңғалу мүмкін да енді. Расулалла қолым бұрады екен де. Иза тахаддаса, егер өзі сөйлеп бастап атса дейді, сол қолының бас бармағымен алақанның ішін ұрып тұрып сөйлейтін дейді. Хадис. Алақанның ішін ұрып тұрып үстіп сөйлейтін дейді. Расулалла кәдімгідей қарапайым мимикамен өзінің сезім білдіртіп тұрып, осылайша сөз сөйлейтін. Қадірменді жамағат, қадірменді бауырлар, сөз соңын мынау бір хадиспен аяқтап жіберейін.
имам Бұхари риуаят ететін хадиста шатаспасам Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудың риуаятында келеді. Пайғамбар айтты дейді: Ала ухбирукум би акбарил кабаир. Сендерге күнәлардың ең үлкендері жайында хабар берейін бе деп айтты дейді. Сол кезде біз тұрып, әлбетте, я Расулалла, хабар беріңіз деді дейді. Сосын пайғамбарымыз бастады деді: Әшширку билла, Аллаға серік қосу деді дейді. Уқуқул валидайн, ата-анаға қарсы шығу деді да, үшіншісі қаулу зур ау шахадату зур, риуаяттың екі сөзі бар да, өтірік куәлік ету, яғни өтірік сөйлеу, өтірік куәлік ету деп айтты дейді. Дәл осыны айтып жатпай жатып, Расулалла бүйтіп жатып сөйледі дейді. Бірақ осы өтірік куәлік етпе деп айтқан кезде орнынан атып тұрды да, қайталай берді. Абдулла ибн Мас'уд: я лайтаху сәкәт. Ей шіркін, Расулалла үндемей қалса ғой деп отыратын дейді. Соншалықты айта берді дейді. Ей, өтірік сөйлейтін болмаңдар, қатты ескертуді. Қатты ескерту. Сол пайғамбардың ескертуімен өмір сүрген азаматтар, пайғамбардың ескертуімен ешқашан қиянат жасамаған кісілерді. Иншалла, Аллаху субханаху ва тағала баршаларымыздың амалдарымыздың, иншалла, Құдай қаласа, амал дәптерімізден жақсылық, хасанат болып табылуын нәсіп қылсын. Қандай да бір істеп қойған қателіктеріміз болса, өлім жетпей жатып тәубе қылуды баршамызға нәсіп қылсын. Және де Алланың құзырында кешірілген құлдардың қатарынан етсін, иншалла. Алла сіздерден разы болсын. Айтатын нәрсе көп, бірақ десе дағы біздің қысқа насихатымыз осы. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Алла разы болсын. Алхамдулилля, құрметті шәкірттер, Алла разы болсын. Ұстазымызға, елді ұстаз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Осылай асыл дінімізге аянбай қызмет жасай беріңіз. Қаншама адамдардың жүрегіне осы имамдарымыз, ұстаздарымыз жеткізіп жатыр. Әдеппен, көркем мінезбен, тақуалықпен, хикмет, даналықпен, солай ғой. Сондықтан енді өзіңіз кезінде оқыған осы университетте міне бүгін інелеріңіз, қарындастарыңыз, қарагөз оқып білім алып, бүгін альхамдулилля қатарымыз көбейіп жатыр. Тіпті университетке сыймай жатырмыз, университеттің ішінде кабинет жоқ, жатақханаға барып оқып жатырмыз. Мешіт тола, альхамдулилля. Енді үлкен міне зәулім барат болып жатыр. Алла нәсіп етсе, иншалла ең қысқа уақытта аяқталады деген үміттемін. Халықтың, елдің қолдауымен Алла разы болсын. Енді құрметті шәкірт, керемет бұл тақырып әрине дәл қазіргі уақытта өте өзекті деуге де болады. Сондықтан исламды танымайтын адамдар, өзге дін өкілі болсын, немесе мүлдем дінсіз болсын, бізге қарап исламды көреді, біз бір айна іспеттіміз. Сондықтан біз жақсы болсақ, олар исламды да жақсы дін екен ғой деп түсінеді. Ал енді біз бұрыс болсақ, бұзық болсақ, жаңа ұстаз айтқандай, өкінішке орай көрсете алмасақ, пайғамбардың сүннетін, осы тура жолды, көркем мінезді, әдептілікті, онда көп адамдар ислам солай екен ғой деп түсінеді. Сондықтан құрметті шәкірттер, бәрімізге әдепті болуды, шынайы болуды нәсіп етсін, иншалла. Жүріс тұрысымызда болсын, киім киісімізде болсын, сөйлеуімізде болсын, иншалла. Енді мына фиқта муамалат деген бір бап бар, соны оқып жатсыздар. Ислам тек қана
құлшылық, яғни намаз оқу, ораза келе жатыр, ораза ұстау, зекет, қажылықтан ғана тұрмайды ғой. Адамдармен араласу, иә? Бүгінгі тақырыптың өзі де Елдос ұстаз бағана айтты, бүкіл мешіттерден отбасылық қарым-қатынас. Күйеу қандай болу керек, әйел қандай болу керек, бір-біріне деген сыйластық, отан отбасынан құралады дейміз. Олай болса, сол отбасындағы қарым-қатынасыңыз, көршілермен қарым-қатынасыңыз, жалпы дүйім жұрт халықпенен жақсы болатын болса, иншалла мына ел түзеледі. Біздің ата-бабаларымыз оның үлкен үлгісі. Қай ханымызды, биімізді, сұлтанымызды, кешегі жырауларымызды, батыр бабаларымызды шәһид болып кеткен, кешегі алаштың арыстарының қайсы бірін алып қарамаңыз, отан үшін, ел үшін, асыл дін үшін құрбан болып кеткен, бізге үлкен өнеге көрсетіп кетті. Бірінші кезекте әрине бізге өнеге көрсететін алдымызда пайғамбарлар, соның ішіне соңғы біздің ардақты елшіміз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, жаңағы айтқан саңлақ сахабалар, одан кейін келген ғалымдар, имамдарымыз, және енді өзіміздің осы жерімізде өткен ата бабаларымыз ғой. Сондықтан тарихымызды білейік. Мен кейде жүрген жерде айтам осы жастарға, бауырларымызға, енді исламды бәрінің тереңдей сіздер сияқты келіп осы жерден тізе бүгіп ұстаздардың алдында оқуға мүмкіндігі жоқ қой. Сондықтан мынау жалпы қазақы тәрбиені жақсы меңгерші, қазақылықты үйрен. Өзі қазақылығы жақсы болған адамның мұсылмандығы да жақсы болады. Кезінде аталарымыз көп терең білімі болмаса да өзінің балаларына, әй балам, шырағым, анау обал болады, мынау ұят болады деген сияқты, сауап болады деген дүниелермен ақ балаларын жақсы тәрбиелеген. Сол тәрбиені бойына сіңіріп өскен бесігінен әжелеріміз жаңағы әлдейін айтып балаларын бесікте тәрбиелеп, өсе келе дінін танытып, құдайын, пайғамбарын танытқан, Абай атамыз, Аллахтың өзі де рас, сөзі де рас сөз еш уақытта жалған болмас деп, махаббатпен жаратқан адамзатты сенде сүй, ол Аллахты жаннан тәтті деп керемет сөздерін қалдырған. Сондықтан иншалла Абайдай бола алмасақ та, бірақ Абай атамыздың айтқан 5 асыл ісіне жақын, 5 жаманнан қашық бола білсек, иншалла өсеміз, өнеміз, ел өседі, жеріміз көркейеді. Солай ғой. Алла разы болсын.